Бәріне сәлем, видеоны жалғастырмай тұрып, лайк бас, тіркел және колокольчикті бас. Болды. Енді видеоны көрмей-ақ қойсам болады. Әрине бұл әзіл. Білем, сен бұл әзіл екенін мен айтпасам да білесің, бірақ кейбіреулердің миларында Байзақованың фигурасынан басқа ештеңе жоқ. Сондықтан олар ешқандай әзілді, сарказмды түсіне алмайды. Олар абстракты түрде ойлана алмайды және қартайып өлгенше кедейліктен шыға алмайды. Достар, сендерге айналаңдағы адамдардың ешқайсысы шындықты айта алмайды. Себебі бірі сені сүйеді, бірі сені сыйлайды, ал қалғандары тек қана жағымпазданады. Тіпті сені туған анаң дәл мен сияқты шындықты айта алмайды. Себебі ол сені тым қатты жақсы көреді. Ал маған похуй, себебі мен сені танымаймын. Сен мені танымайсың. Қанша жерден мен қазақ тіліне ғашық болсам да, оны құрметтесем де, ол көп параметрлер бойынша орыс тілінен артта келеді. Бірінші, орыс тілінде шамамен 500 миллион адам сөйлей алады, ал қазақша тек 15 миллион. Екінші, орыс тіліне 95% кітаптар аударылады, ал қазақ тіліне тіпті 1% да аударылған жоқ. Яғни орыс тілінде білім алу әлде қайда ыңғайлы. Үшінші, орыс тілінде 90% іскерлік кездесулер өтеді. Тіпті екеуі де қазақ болса да орысша сөйлейді. Сөзсіз, егер ешқандай қайғылы жағдай орын алмаса, қазақ тілі дамиды. Бірақ оған өте көп уақыт керек. Мүмкін қазір біреулер ағылшынша 2 миллиард адам сөйлейді дейтін шығар, бірақ оларға да аргументім бар. Ағылшын тілінде орыс тіліндегідей әсерлі сөйлей алмайсың. Ол тілді үйрену оңай, бірақ онымен қоса сенің әңгімен де 6 жасар баланың деңгейінде болады. Ол тілде орыс тіліндегідей синонимдер көп емес. Ол тілде орыс тіліндегідей вы, сіз деп сөйлей алмайсың. Ол тілде тек you, үлкенге де кішіге де бір сөз. Орыс тілі ағылшын тіліне қарағанда әлде қайда бай. Тіпті орыстардың өздері өз тілдерін 100% меңгере алмайды. Сонысымен ол тіл ерекше. Ал қазақ тілі ең үздік дейтіндер беттерін айтам. Даунсыңдар. Қазақ тілінде адамдардың бәрі сөйлеу үшін жұмысқа қазақша ғана білетін адамдарды алу керек. Бірақ ол мүмкін емес, себебі барлық біздің мегаполистарда орыс тілі қазақ тілімен салыстырғанда көбірек қолданысқа ие. Дүкендегі тауарлардың қазақша сипаттамасын оқу мүмкін емес, себебі онда жұмсақ тілмен айтқанда жай ғана түсініксіз. Себебі аудармашылар өз жұмыстарына салғырт қарайды. Әлемде өлі тілдер бар. Ондай тілдерде ешкім сөйлемейді. Мысалы, латын тілі. Ондай тілдер негізі өте көп. Латын тілі медицинада қолданылады, бірақ ол тілде ешкім сөйлемейді. Қазақ тілі солардың қатарында болмағанына шүкірдеңдер. Бұл видео мақсаты сендерге қазақ тілін жамандау емес. Мен қазақ тілімен қатар орыс тілін оқуға шақырамын, себебі қазір менің байқаған бойынша балапан анасымен өскен балалар қазақ тілінен басқа тілдерді білмейді. Орысша фильмдер түсінбейді. Бұл кейбір псевдопатриоттар үшін тиімді шығар, бірақ бұл нашар. Тіл сенің құрал сайманың. Тілдің арқасында сен қалағанына жете аласың, және қаншалықты қаруың көп болса, соншалықты арманына жету мүмкіндігінде көп болады. Әлемде орыс тілінен артық тілдер бар. Француз тілі әдемілігімен артық, ағылшын тілі танымалдылығымен артық, бірақ ешбір тілде орыс тілінде сөйлеу еркіндігі жоқ. Орыс тілі сөзге ең бай тіл, және сонымен қоса Қазақстанда орысша үйрену оңай. Ал орыс тілін жетік меңгерген адам кез келген тілге үйрене алады, себебі орыс тілі ең қиын тілдер қатарына жатады. Орыс тілін үйренген соң ағылшын тілі сенің құралдарыңды толықтырады, ал ағылшын тілі сенің алдында керемет ғажайыпқа толы әлемді ашады. Ағылшын тілі әлемдік прогреспен бірге жүреді. Орыс тілі оның ізімен жүріп аударады, ал қазақ тілі өкінішке орай олардың шанына да ілесе алмай келеді. Мені қынжылтатыны да сол, бірақ уақыт өте келе қазақ тілінің қайта жанданатынына үлкен үмітім бар. Бірақ оны бірнеше адам өмірінен кейін әлем білетін болады. Ал әзірге орыс тілін оқыңдар.